14 жасқа толған балаларға арналған. Салам, Мейрам. Қалай қаны? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Кеше көрінбедің ғой? Кеше мен демалдым ғой. Сен де кешеде келдің ғой? Әрине. Бұл деген менің екінші үйім. Ендеше екінші үйге қош келдің. Бірдеңе ішесің бе? Иә, әдеттегідей. Жақсы, айналма. Сәлем. Өзіңіз жүрсіз бе? Құрбыммен. Жақсы билейді екен. Бірге билемедік пе? Жоқ. Маған мұндай орта ұнамайды. Бірінші рет келуім. Естіп неге өтірік сызыласыңдар? Сонымен танысуға бола ма? Жоқ, болмайды. Ал номеріңізді сұрасам? Жоқ, тағы да жоқ. Жарайды, онда Instagram аккаунт. Сіз менен тағы да бір нәрселер сұрамауыңыз үшін жоқ деген сөзді неше рет айту керек? Жарайды. Аривидерчи. Клубқа келмеймін деген қыз. Жігіт тауып үлгерген бе? Жоқ. Өзіңше бірдеңе дейді. Мен жоқ дедім. Міне, әр түн сайын дәл осы оқиға қайталанады. Түнгі Ақтөбенің көшелерінен жаңа таныс, жаңа дос іздеу, тапқан соң бірге көңіл көтеріп, өмірдің қызықты сәттерінің санын арттыру. Ал таң атқан соң жатақханаға келіп, кім екенімді еске түсіру. Мен студентпін. Бұл менің өмірімдегі ең қызықты күндер. Студенттік өмірге қош келдіңдер. Не от саған? Таң атқанша музыка тыңдап келген жоқсың ба? Жұлдыз? Осы бұл түнде қандай әнге биледі? Осы діппеншіттіңнен басқа музыка болған жоқ па не? Болды. Сендерге не болған?
ештеңе болған жоқ. Тек біреу қасында ыңырсып жатса, шай іше алмайды екенсің. Бұлай ауыратының бар. Келесі жылы түнгі клуб жабылатын уақытта жедел жәрдем шақырып алсаңшы. Жатақханаға дейін тегін жетіп қаласың дейсің ғой. Соны айтам. Әй қыз, тұр деймін саған. Тұр! Сабағыңа бармайсың ба? Мұғалімдерің сен түріңді де ұмытып қалған шығар. Ай, қазір осы түріңмен барсаң, шынымен сені танымайтын сияқты ғой. Оның түрі бұрыннан сондай. Сенбесең куәлігін қара. Куәлігінде туған жері түнгі клуб деп жазылып тұрған жоқ па? Ой, тұрмай. Я, құсын. Қоймадыңдар ғой. Сабағыма барайын. Сол жақта әлде қайда. Біле білсең, сабаққа ұйықтау үшін емес, сабаққа оқу үшін барады. Түнгі клубқа тамақ ішу үшін емес, көңіл көтеріп үйлеу үшін барады. Ренжіме, Әсем. Маған клуб мүлде ұнаған жоқ. Бірінші рет әрі соңғы рет баруым болсын. Жақсы. Өзің біл. Ерке келесіде міндетті түрде мен сен алып кетем. Мен ол жақта тамақ ішпесем, не істеймін ояққа барып? Ей, жаңа айттым ғой. Көңіл көтеру үшін барасың. Кім? Циклоп. Циклоп? Бірақ қолдағына қарасаң, дәу ой ұйықтап отырсың. Шай ма? Шешесімен ме? Не істеп тұр? Циклоппен жекпе-жекке дайындалып отыр. О, неше? Циклоптардың ұлттық сусын. Нашар екен де. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Не істеп жүрсіңдер? Шай, оқып отырсың. Ал мынау не қораптар? Бұл киім-кешектер. Анау, мынау. Мен сендер дұрыс жігіттер шығар десем. Қыздар ғана қорапта тасайды киімдерін бәрін. Біздерге жігіттерге не керек? Екі түйіршілік, бір көйлек. Жетеді ғой сол. Жоқ, біздің көйлектеріміз көп шығар, бірақ дұрыс емес жігіт деп айту артықтау. Артық емес. Қалжың ғой жігіттер. Қалжыңда отқан таныс отырайық. Мейрам. Мақсат. Жоғаныштың. Рамазан. Бұл біздің спортсмен Жеңіс. Мейрам. Жеңіс. Керемет әнші екенсің. Керемет екенше. Дұрыстап тамақтанып алайық. Бүгін қонақсыңдар ғой. Мен тапсырыс берейін онда. Қыздар, мынау сіздерге. Кешіріңіздер.
Асема, сен бізге ренжіме, жарай ма? Сені оятқан себебіміз бүгін бізге қонақ келеді. Ол не қылған қонақ? Коменданттың айтуы бойынша, сонау Ресей Федерациясынан, Орынбор облысынан, Орынбор қаласынан келе жатқан жаңа студент. Қыздар, тоңазытқышта сүт немесе айран бар ма? Қазақ жеріне қош келдің деп қонағымызды ақпайынға шалайын деп едім. Жоқ. Басына ақ құйып шығарып салайын деп едім. Сен екеуіңнен әбден шаршап жүргенде тағы бір қыздың еркелігін көтеруім керек пе? Мәссаған! Тек қазақтар кешігеді ме десем, орыстар да кешігеді екен ғой. Кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Ерте тұрған еркектің бірісі артық, ерте тұрған әйелдің ырысы артық деп қоп көтсеңе. Ішіне мыналар не де оттап жатыр деп тұрған шығар. Кеш келдің, кеш келсең де, қош келдің. Жұлдыз, жұлдыз. Осы қош келдіңнің орысшасы қалай? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Рахмет, қыздар. Келгенше қонақ ұялар, келген соң үй иесі ұялар дейме? Бірақ қонақ қойдан да жуас, май берсе де жей береді. Таныс болайық. Есімім Любовь. Керемет. Керемет. Сенің жауабың Головкиннің соққысынан 10 есе қатты болды. Таң атқаннан мына екеуінің аузына тыным болмай жатыр еді. Енді тілдерін жұтып қойды ау деймін. Менің есімім Әсем. Өте қуаныштымын, Любовь. Мен де. Любовь? Сен қазақша сөйлегенде ат жөнімізді ұмытып қалдық қой. Қателеспесем, ерке болу керек. Любовь. Любовь? Жұлдыз. Қош, рас па не? Өмірімде мынандай тамақты бірінші рет жеп отырмын. Рахмет саған, дәмі келмеді екен. Оғасы жоқ. Бұл деген пицца деген тамақ болады. Дәмдегі. Иә, естідік. Естідік, бірақ жеген емеспіз. Жарайды, қонақ қылдырдым. Өзім жинап тастадым. Есінде болсын, Рамазан. Қорапты тек қана қыздар ғана ұстайды. Жігіттер, мен қыздар ғана қорап ұстайды деген жоқпын. Қыздар ғана қорапта киімдерін жинайды дедім. Сонда андағы сенің киімдерің емес па не? Маған айтқан алғыстарың осы ма? Сендермен басқаша сөйлесу керек екен ғой? Жоқ, мәге, ашуланба, қалжың ғой. Сендер көп нәрсені білмейтін сияқтысыңдар. Сондықтан алдағы уақытта осындай әңгіме болып болмас үшін басқа адамдардың алдында сендерді біздің универдің басты кейіпкерлерімен таныстырып өтемін. Таныс болыңдар. Мадина апай, ректор. Сонымен, биылғы жылғы келген студенттерге арналған кештің жоспарын тапсырарсыздар. Одан бөлек сабақ нәтижесіне басты назар аударыңыздар. Мерекелер болып тұрғаны жақсы әрине, бірақ ең басты бірінші тәртіп болсын. Қош, сондай қаталадың ба? Қорқып кеттім ба не? Қорықпа. Мейрам көкен шеше алмайтын мәселе жоқ қой. Қысқаша айтқанда, Мадина апай менің кім екенімді өте жақсы біледі. Оңбаған. Сабақтың басталғаны кеше ғана. Ал сен көзге түсіп үлгердің. Жылдың басында мынандайсың. Соңында не болады? Жоғал. Ал сенікі жай ма? Деканға қарсы шыққаныңа жол болсын. Мектептеріңде солай үйретіп бет. Сені мен тағы бір мәрте кабинетімнен көретін болсам,
студенттік билеттің түрін де көрмей кетесің. Бар. Мадина Көптілеуовна, сізге ашуланған мүлдем жараспайды ғой. Сіз ашулансаңыз, кактус секілдісіз. Ал күлімдеп тұрсаңыз, қызғалдақ сияқты жайнап кетесіз. Мынау қызғалдағы емес қой. Енді кактустан жақсы ғой. Жарайды. Жақсы, қатысасың емтиханға. Рахмет, үлкен рахмет. Сонда ректор ол қызғалдақтарды қорапқа салып қоя ма не? Макс, мұндай әзілмен алысқа бармайсың. Егер ректордың алдында осындай әңгіме айтатын болсаң, өзіңді қорапқа салып қояды. Сен қорапқа тек киімдер салады деген жоқсың ба? Любе... Любу... Ой... Ренжімеш... Люба деп айта берсем бола ма? Әбден тіліміз бұрматылып қалды. Иә, біздің әсемнің тілі жиі бұрматылады. Содан соң оның ық-пық деген әңгімесіне біздің ішегіміз бұрматылады. Болды қыздар. Бұрматылған әңгімелеріңді доғарыңдар. Онақтан ұят болады. Жұлдыз болашақ филология ғылымдарының докторы. Еркек екеуі бірінші курста оқиды. Ал мен екінші курста оқимын. Түнгі клубқа түнеуін қоймаса, екінші курсты тағы да 2 жыл оқымақ ойы бар. Тыңдай берсең, бұлар сөйлей береді. Люба, менің саған бір керемет ұсынысым бар. Айта бер, құлағым сенде. Алдағы демалыс күндері қаламыздың әдемі жерлеріне барып қыдырып қайтуға қалай қарайсың? Қыздар, жетер енді. Ендігі мүлдем күлкілі емес. Кешірім сұрайын. Дықтың деген немене? Вокзал ма? Иә, вокзал деп атауға да болады. Ол жақта да бір-бірін танымайтын қаптаған адам, ешкім түсінбейтін музыка және жеуге болмайтын тамақ. Түк түсінсем бұйырмасын. Бірақ қызық жер сияқты. Неге бармасқа? Иә. Келесі жолы мен міндетті түрде сені алып кетем. Люба, жедел жәрдем номерін жазып ал. Неге? Таптым. Сендер түнгі клубты айтып отырсыңдар ма? Кешір. Жоқ. Инстаграмымдағы суретімді өшіріп алдым. Қаншама лайк, қаншама коммент. Ойбай, енді қайттық. Тағы да 5 күн басын көтермейтін болды ғой. Бастарын салбыратпай еңселеріңді көтеріп жүріңдер. Жаңағы айтқандай, мейрам көкелерін шеше алмайтын мәселе жоқ. Жақсы, ректор түсінікті. Біздің универде тағы да басқа кейіпкерлер бар ма? Құрметті караул, гарнизон жасағының командирі
Майра апай. Аскери дайындығынан сабақ беретін апай ма? Комендант. Сонда бұл кісіге де қызғалдақ беру керек пе? Жоқ. Адамдар әртүрлі. Талғамдары да ерекше. Жалпы сол әдіс, бірақ сәл өзгеше. Майра апай, Иә. сізге не болған? Мені танымай қалдыңыз ба? Мейрам, заң бәріне бірдей. Сағат 11-ден кешіктің, кірмейсің. Сағат 3 болды емес пе? Апай, қызықсыз. Мен ерігіп жүрген жоқпын ғой. Сіз ашулансаңыз грилляж секілді қап-қатты болып кетесіз. Ал мен деген сіз сияқты жұп-жұмсақ, тәп-тәтті шоколад іздеймін деп айналадағы дүкендердің барлығын айналып шықтым. Бірақ Іздегенімді таптым. Кіре ғой. Рахмет. Жігіттер қалайсыңдар? Мен сендерге сыйлық алып келдім. Алып отырыңдар. Маған қайдан алдың? Дүкенде жеңілдік болып жатыр екен. Соны ала салдым. Және де комбинат апайға 5-6 шоколад беріп кеттім. Неге? Енді таңертеңнен кешке дейін жалғыз өзі отырады. Сосын көңілін аулайын депті. Рахмет саған, Рамазан. Үлкен рахмет. Оқасы жоқ. Бір апта бойы жатақхананың төрт бұрышында енді қамалып отыруына себепші болды. Рахмет саған. Көңіл көтерген жақсы ғой, ал түн ішінде жатақханаға қалай кіресіңдер? Оны саған біздің ханшайым қазір жіктеп тұрып айтып береді. Мен өзім оқуға жаңа түскен соң ережені бұзбай жүрмін. Тек кеше сен барайықшы деп жалынып қоймағасын бардың. Не істеп жатсыңдар? Мені жамандап жатсыңдар ма? Жоқ. Люба жатақханаға түн ішінде қалай кіресің деп сұрап жатыр. Сол да сөз болып па. Жатақханада абыройың болса, кез келген уақытта кіріп шыға беруге болады. Мен еш қиналмаймын. Ал комендант апай ұрыспай ма? Ұрыспайды, бірақ басқаша жазалайды. Жазалаған нес? Ей қыз, жақсылап тұрып шай ішеміз қазір. Мәссаған, апай. Ау. Мына жігітті жібердіңіз бе не? Иә. Апай, мен де жіберіңізші. Есесіне мен одан 10 минут бұрын ерте келдім. Жақсылап тұрып шай ішеміз, сосын кіресің. Әйтпесе жалғыз өзіме шай батпайды ғой. Мен не? Сізбе отырып шай ішем бе? Ханшайым, өкінішке орай сүт жоқ. Қара шай ішеміз. Қыздар, шай қайнапты, шай ішейік. Мен ішпеймін. Ойбай, не болды? Түнде ішіп келгем. Шай ішіп келгем дейм. Айтпақшы қыздар, өкінішке орай сүт жоқ. Қара шай ішеміз. Кеттік, бәрін таста. Қалай ойлайсың? Биыл біздің Ақтөбе ұтала ма екен? Әрине. Ең бастысы біздің қолдау ғой. Біздің қолдауымыз жақсы, қай ойында болса да. Кім таңдайсың? Барселона. Өзіңше?
Футбол жақсы ойнайсың ба? Аяқпен ба, қолмен ба? Ол қалай? PlayStation болса, я жақсы ойыншымын. Ал бұлай өмірде жақсы ойыншымын деп айта алмаймын. Жігіттерші? Енді Рамазанды білмеймін. Кеше ғой танысқанбыз. Ал Жеңіс жақсы ойнайды, иә. Жеңіс жалпы спорттың қай түрінен де мықты сияқты ғой? Иә, тек спорттық жағынан ғана емес. Бауырым, қарыз жіберші нан. Аге, какая команда? Реал. Реал. Все выбирают Реал. Других команд нет, что ли? Реал Мадрид. Постоянно им фартит. Вот смотри, вот взять Лигу чемпионов, да? Начиная с жеребьевки, заканчивая матчами. Сплошное везение у них вообще. Да и если бы не один игрок, Лионель Месси, то команда вообще бы не выигрывала бы, ребят. Бауырым? Лионель Месси деген Барселонада ойнамай ма? Қойыңдаршы. Сами играйте, не разбираюсь в вашем футболе. Есть камера. Камера 2. Ниже. Есть. 14-1-1. Да и вообще бы они в футболе бы ничего не выиграли бы, если бы не Лионель Месси. Запутался. Еще раз можно запустить? Лионель, там я пару слов забыл. Держи жесть.